Сізді жаратқан Алла сіздің сұрағаныңызды бермейді деп ойлайсыз ба? Алла тағала Құран-ы Кәримде «Удууни астажиб лакум» маған дұға етіңдер, мен сендерге жауап беремін деді. Сондықтан да әрдайым бір Алла тағаладан жалбарынып дұға тілеу керек. Иншалла, Алла тағала сіздің сұрағаныңызды береді. Мынандай бір оқиға бар ғой. Пакистандық атақты Ишан Хусейн деген бір доктор болады. Сол доктор бір күні марапатталу үшін бір конференцияға басқа қалаға шақыртылады. Сол конференцияға басқа қалаға жету үшін жаңағы доктор жолға жиналып, әуежайға келіп билет алып бір ұшақпен ұшады. Бірақ та өкінішке орай жаңағы ұшқан ұшақтары жететін жеріне жете алмай, ауа райының қолайсыздығынан жақын маңдағы бір әуежайға қонуға тура келіп, сол әуежайға қонады. Жаңағы доктор мазасызданып кассаға барады да сұрайды: мына келесі рейс қашан ұшады? Мен осы пәленшегі қалаға конференцияға бара жатыр едім, дереу жету керек еді, рейс қашан болады, айтып жібересіздер ме дейді. Сол кезде кассада отырғандар айтады: ауа райының қолайсыздығына байланысты келесі рейс 16 сағаттан кейін ұшады, сабыр етіңіз дейді. Содан не істейді? Таксиларға жолығады далада тұрған. Таксилардан сұрап келе жатса, бір такси айтады: сіздің баратын жеріңіз 6 сағаттық жол. Егер де бағасына келіссеңіз, мен сізді жеткізіп салам. Егер де бағасына келіссеңіз, жүріңіз, отырыңыз дейді. Содан не істейді? Бағасына келіседі, таксимен жолға жиналады. Жарты жол жүреді, бірақ та тағы да жаңбыр қатты жауады, сел. Сол селдің қатты жауғанына байланысты машинамен жүруге мүмкіндік болмай қалады. Содан не істейді? Жолдың бір шетіне таксимен тоқтайды. Бір уақытта қараса, жолдың шетінде бір дөңде жалғыз ғана бір кішкентай үйді көреді. Содан сол үйге барады да есікті қағады. Есікті қақса, әр жақтан бір әже есікті ашады, қаусаған. Содан әжемен жөн сұрасып, қалды сұрасып болғаннан кейін әжеден сұрайды: әжетай дейді, сізде телефон бала ма? Мен осы пәленше қалаға қоңырау шалып, келе алмайтынымды жеткізсем екен. Себебі ауа райы қолайсыз болып тұр ғой. Маған телефон болса бере тұрыңызшы дейді. Сол кезде әжеміз айтады: балам, көріп тұрсың ғой, бұл жерде телефон түгілі электр қуаты да жоқ дейді. Одан да сен сабыр ет, кел демалда, шай ішіп ал. Алла қаласа ертең нөсер басылғаннан кейін таңға жақын жолға жиналарсың. Кел демінді бас, стол басына кел, тамақ іш дейді. Тамағын беріп, шайын береді де, өзі бір бұрышқа барып, намаз оқып, Алла тағаладан дұға тілей бастайды. Ұзақ дұға тілейді, жалбарынып, жылайды, Алла тағаладан дұға тілейді. Содан кейін бір уақытта кішкентай баланың дауысы естіледі, жылаған. Сол кезде жаңағы доктор екінші бұрышқа қараса, бір екінші бұрышта бір бесік тұр. Сол бесіктің ішінде бала жылап жатыр. Содан не істейді? Жаңағы екеуіне қарап отырады. Әжеміз не істейді екен деп. Бір уақытта әжеміз дереу дұғасын аяқтайды да, бесіктегі баланы барып уатып, баланы ұйықтатады да қайтадан стол басына келіп отырады. Сол кезде осы оқиғаны тамашалап отырған доктор Ишан Хусейн сұрайды: әжетай дейді, сіз жылайтындай сонша неге жалбарынып Алладан дұға тіледіңіз дейді. Және де ана бала кім дейді. Сол кезде әжеміз айтады: ол бала дейді, менің келінімен ұлымның баласы еді, менің немерем ғой. Сол келінімен ұлым жол апатына ұшырап дүниеден өтті. Бұл бала жетім қалды. Бірақ та бұл баланың жүрегінде ақау бар еді. Сол баланың ақауын осы маңдағы ешқандай дәрігер емдей алмады, емін таба алмады. Мен сол жаңағы жалбарынып Алладан тілеген дұға тілегім дейді. Алладан әрдайым сұраймын дейді: я Раббым, мен бір Пакистанда бір докторды естідім, Ишан Хусейн деген. Сол докторға жетуге қаражатым жоқ менде. Мен әлсізбін. Сол Ишан доктормен, Ишан Хусейнмен мені жолықтыра көрші. Осы Ишан Хусейнге мені жолықтырып, немеремнің дертіне шифа бере көрші. Я Раббым,
бірақ та мен Пакистанға баруға қаражатым жоқ. Я Раббым, сен дұға тілектерді қабыл етушісің ғой деп Алла тағаладан әрдайым сұраймын. Осы жолы да Алла тағаладан сұрадым. Я Раббым, сен дұға тілектерді қабыл етушісің ғой. Құлдарыңа сен жауап бересің ғой әрдайым. Көтерген қолды кері қайтаруға ұяласың ғой, я Раббым. Менің немерем дертіне шипа бере көрші. Осы Ишан Хусейнге жолықтыра көрші. Бірақ та мен Пакистанға жетуге қаражатым жоқ, я Раббым. Дұға тілегімді қабыл ете көрші, я Раббым деп Алла тағаладан сұрадым дейді. Осыны естіген Ишан Хусейн көзінен жас ағып жылайды. Осы жылағанын көріп әжеміз сұрайды: "Ұлым, не болды, тыныштық па? Мазасызданып тұрсың ба? Не болып қалды? Айта қойшы" дейді. Сол кезде жаңағы доктор айтады: "Әжетай" дейді, "Алла тағала сіздің дұға тілегіңізді қабыл етті." Сол пакистандық доктор Ишан Хусейн деген мен ғой, әжетай. Алла тағала сені дұғаңды қабыл етті. Ла иляха иллаллах Мұхаммед Расулаллах дейді. Қараңыз. Әжетай, сіздің дұға тілегіңізді қабыл етті Алла тағала. Мен ұшақпен жолға жиналған болатын едім. Бірақ та өкінішке орай ауа райының қолайсыздығынан мен жақын маңдағы әуежайға қондым дейді. Сол жерден такси ұстап жолға жиналып едім. Бірақ та найзағай жарқылдап, нөсер қатты жауып, мен жететін жеріме жете алмай осы жерге келдім. Алла тағаланың құдіретін қараңыз. Сіздің дұға тілегіңізді қабыл етіп, мені Алла тағала өзі алып келіп қойды сен алдыңа дейді. Қараңыз. Сол кезде Ишан доктор баласын емдейді.